исламның негізгі құралы ол сендіру, мәжбүрлеу емес. Ана убеждение, принуждение емес, орысша айтқанда. Өкінішке қарай бізде радикалдар бар. Олар айтады, негізгі діннің тарауының құралы ол принуждение, мәжбүрлеу. Олай емес. Құранда көп деген аяттар бар. Мысалға, ля икраха фиддин деген атақты аят бар. Дінде мәжбүрлеу жоқ деген. Лакум динукум валиядин. Сіздің дініңіз сізге, менің дінім маған деген аят бар. Одан кейін пайғамбарлар дінді тек жеткізуге міндетті. Мәжбүрлеуге міндетті емес. Мысалға Құранда «Вама алейна иллал балағул мубин». Пайғамбарлар айтады, біздің негізгі бірақ міндетіміз бар, ол халыққа дінді жеткізу, мәжбүрлеу емес. Көрдіңіз бе? Бұл ар-ождан бостандығына қатысты. Себебі ар-ождан бостандығы бұл зайырлықтың негізгі қағидатының бірі. Ар-ождан бостандығы дегеніміз, яғни дінді таңдау еркіндігі. Дінді ұстану, таңдау еркіндігі. Иә, түсінікті. Мәжбүрлеу емес. Иә. Жақсы. Свобода выбора дейміз ғой, таңдау еркіндігі. Енді одан басқа тікелей мынау мәжбүрлеуді жоққа шығаратын аяттар бар. Мысалға, «Фазаккир иннама анта музаккир ласта алейхим бимусайтир» деген аят бар. «Фазаккир, ескерт, иннама анта музаккир, расында сен ескертушісің, ласта алейхим бимусайтир, сен оларды мәжбүрлеуші емессің» дейді. Көрдіңіз ба? Немесе тағы бір аят бар. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ деген аят бар. Егер сенің Раббың қалағанда дейді, жер бетіндегілердің барлығы бір ауыздан иман келтіретінен дейді. Сол үшін сен оларды иман етеді деп мәжбүрлеме. Демек пайғамбарлардың негізгі ұстанымы ол мәжбүрлеу емес, керісінше сендіру, уахиды дінді жеткізу. Орысша айтқанда убеждение, принуждение емес.